Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 63-ші сабақ нені үйрендім? Бірінші тапсырма сөз өнері деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ахмет Байтұрсынұлының пікірін пайдалан. Сөзіңді Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай деп баста. Сөзіңнің аяғын сөз өнері туралы мақалмен аяқта. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, сөз ұлттың жаны. Егер сөз өнері дамымаса, халықтың рухани дүниесі де әлсірейді. Сондықтан әрбір адам сөз құдіретін түсініп, оны орнымен қолдана білу керек. Сөз өнері тек әдемі сөйлеу ғана емес, сонымен қатар терең ойды, мағыналы мазмұнды жеткізу. Ахмет Байтұрсынұлы сөздің әсер ету қабілетін былай сипаттайды. Жақсы сөз адамды жігерлендіреді. Өткір сөз халықтың санасын оятады. Көркем сөз ұлттың мәдениетін қалыптастырады. Сөз адамзаттың ойы мен сезімін жеткізетін ең күшті құрал. Ахмет Байтұрсынұлы бұл туралы өнердің ең алды сөз өнері деп атап көрсеткен. Себебі сөз адамның ішкі дүниесін, санасын, танымын, тіпті қоғамның дамуын айқындайтын күш. Екінші тапсырма суреттерге қарап, бей сөзінің мағынасын анықта, олардың ортақ сипаты мен айырмашылығын айт. Бей сөзі балалар, амоним сөзі, яғни дыбысталуы бірдей болғанымен мағынасы екі түрлі. Мұнда балалар бірінші суретте Төле би, Қазбек би және Әйтеке бидің мүсінін көріп тұрсыңдар, иә? Би дәстүрлі қазақ қоғамының саяси әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесі. Би түрлі дауларды әділ шешіп беріп отырған. Ал екінші суретте би өнерін көріп тұрмыз, иә? Яғни музыкалық ырғаққа сай дене қимылымен көрсететін өнер. Би адам баласының көңіл күйін көтеріп, денесін шынықтырады. Үшінші тапсырма семантикалық картаны толтыр. Нақыл сөздер: адал болса, досың жақын. Бұл нақыл сөзді Қазбек би айтқан. Көңіліміздің күйін жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Авторы Ахмет Байтұрсынұлы. Шешендіктен не пайда? Артында сөзі қалмаса. Бұл нақыл сөзді Төле би айтқан. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Бұл нақыл сөз Әйтеке бидің сөзі. Төртінші тапсырма өнердің қандай түрлері бар? Кластер құрастыр. Өнердің түрлері: сөз өнері, би өнері, ән өнері, сурет өнері бар. Бесінші тапсырма сызбадағы жазуларды сәйкестендір және түсіндір. Әбілхан Қастеевтің гүл ашқан алма суреті сурет өнеріне жатады. Өнер алды қызыл тіл, бұл сөз өнеріне жатады. Сақинаны сырғаны күміс сымнан тартады, бұл қол өнері. Салып едім күнді, күн жадырап күлді, бұл сурет өнері. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл, бұл сөз өнері екен балалар. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.